Баршаңызға сәлем. Бүгін заңгерлік сауаттылық атты курстың 5-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз 5-ші сабақта соттың шешімінің күшін жою, яғни қандай жағдайларда соттың шешімін заңсыз деп табуға болады. Және де сотқа арызды қалай жазу керектігі жайлы барлық ақпаратты беретін боламын. Сонымен, сізге қатысты соттың шешімі бар, сіз оны жеке сот орындаушыдан алдыңыз, оқып қарадыңыз, одан кейін енді бұл соттың шешімін заңсыз деп тану керек. Не үшін? Біріншіден, ол сотқа сізді шақырған жоқ, ол сотқа сіз барған жоқсыз, соттың шешімінде ол жазылған. Одан кейін соттың шешімі сіз тұрған елді мекенде шығарылмаған болса, яғни мысал үшін сіз Қызылорда облысында тұратын болсаңыз, ал соттың шешімі Алматы қаласында Медеу аудандық сотында шығарылған. Көп жағдайда солай болғандықтан мысал ретінде осы Медеу аудандық сотын айтып тұрмын, Алматы қаласындағы. Бұл соттың шешімі уже автоматически заңсыз деген сөз. Неге? Себебі сіз Қызылорда қаласында тұрасыз, ал соттың шешімі Алматы қаласында шығарылған. Бұл жаңағы заңдарға сәйкес келмейді, сондықтан да заңсыз деп табудың негіздерінің біріне жатады. Одан кейін соттың шешімінің көшірмесі сізге жіберілмесе, яғни сіз ол соттың шешімі бар екенін білгенді жоқсыз, жеке сот орындаушы счеттарыңызға арест қойғаннан кейін реестрден қарап, сізге қатысты соттың шешімі бар екенін білдіңіз. Яғни жеке сот орындаушыдан алдыңыз, ол соттың шешімін. Одан кейін ол жердегі суммамен келіспейтін болсаңыз, онда соттың шешімін заңсыз деп тануға болады. Бұл жерде айта кететін нәрсе, соттың шешімінде көрсетілген сумма, ол неден тұратын сіз білмейсіз, бірақ сіздің есебіңіз бойынша ол сумма азырақ болу керек еді деген сияқты сондай уәждеріңіз болуы мүмкін. Егер де осы айтқандардың біреуіне сіздің соттың шешімі сәйкес болатын болса, онда соттың шешімі заңсыз деп тануға болады. Бұл жерде соттың шешімінің түрлеріне де мән беру қажет, себебі оның екі түрі болады. Біріншісі упрощенкамен шығарылған, яғни оңайтылған түрмен шығарылған соттың шешімі, екіншісі ол кәдімгі соттың шешімі. Соттың шешімін алып қарайтын болсаңыз, оқып, әдетте ол орыс тілінде, сол жерде упрощенка немесе кәдімгі соттың шешімі екені жазылады. Осы соттың шешімінің түрлерін біліп алғаннан кейін, сіз соттың шешіміне арызды судебный кабинет арқылы жібересіз. Оны қалай жіберу керектігін мен қазір барлығын түсіндіремін. Бірақ осы жерде өте маңызды айта кететін нәрсе бар. Ол соттың шешімі жаңағыдай орыс тілінде шыққан кезде жағдай қалай болады. Бұл жерде өткен курстарда қатысқан қыздардың арасынан осы соттың шешіміне қарсылық білдіруді, яғни сотқа арыз жазуды үйреттік, одан кейін сол үлгімен арыз жазды, бірақ соттан ол қызға хабарласып, ауызша, судьяның көмекшісі деп айтсақ та болады, ол кісі айтты, сіздің берген арызыңыз дұрыс емес. Неге? Себебі ол қазақ тілінде, соттың шешімі орысша шыққан. Сол үшін бұл соттың шешімімен сіз келіспейтін болсаңыз, демек арызды орыс тілінде жазу керек деген. Ол содан кейін маған хабарласып, осындай жағдай болып жатқанын айтты. Сосын мен айттым, ешқандай уайымдамаңыз, ештеңе жасамаңыз. Егер де соттан жазбаша түрде сондай хат келетін болса, демек, біз басқаша әрекет жасаймыз деп айттым. Бірақ өкінішке орай немесе қуанышымызға орай деп айтуға болады, соттан ондай ешқандай қағаз келген жоқ. Әрине келмейді. Неге? Себебі Конституция бойынша біздің Қазақстанда мемлекеттік тіл ол қазақ тілі. Орыс тілі ол қазақ тілімен тең дәрежеде қолданады деген сөз. Түсінем, соттың шешімі орыс тілінде шықты, бірақ сіз ол тілді түсінуге, ол тілде сөйлеуге міндетті емессіз. Соны өте жақсы түсініп алған жөн. Сол орыс тілінде шыққан соттың шешіміне сіз қазақша арыз жазасыз, Судьялар немесе соттағылар оны түсінбейді деп айта алмаймын, түсінеді, өте жақсы түсінеді. Себебі ол қыз кейін сотқа шақырту алды, процесс жүріп кетті ары қарай, соттың шешімі заңсыз болып танып. Яғни жазбаша ешкім сізге нақты бір ақпарат бермейінше, жай ғана біреудің жаңағы айтылған сөзіне сенудің қажеті жоқ.
Сондықтан да сіздің жағдайыңызда да түсінем, соттың шешімі орыс тілінде шыққан, бірақ сіз орыс тілін жаңа айтып кеттім, орыс тілінде сөйлеуге, ол тілді түсінуге міндетті емессіз. Себебі сіз қазақсыз, қазақ тілінде сөйлейсіз, қазақ тілінде сізге түсіндіруге міндетті. Сондықтан да соттың шешіміне арызды қазақша жазасыздар. Одан кейін сізге де жаңағыдай соттан хабарласатын болса, ештеңе жасамайсыздар, күтіп отырасыздар, бәрібір соттың шешімі заңсыз деп табады. Одан кейін сот процесі болған кезде, сот процесіне барған кезде судьяға да айтсаңыздар болады, мен орыс тілін сөйлемеймін, түсінбеймін. Сол кезде судья сізге аудармашы тағайындайды. Ол аудармашы әрине тегін, сот процесінде сізге аудармашы барлығын түсіндіріп, жаңағыдай айтып отырады. Ол аудармашының қызметі әрине тегін. Одан кейін соттың қашан шыққаны бұл жерде ешқандай да рөл ойнамайды. 2017-те ме, 2018-де ме, жалпы бұл жерде ең маңызды фактор, сіз ол соттың шешімі бар екен қашан білдіңіз. Яғни біз сол үшін жеке сот орындаушыға арыз жазамыз, соттың шешімін алу үшін. Сол датадан бастап біз яғни өзімізге қатысты соттың шешімі бар екенін білдік деген сөз. Соттың шешімінің түрлері екі түрде болады. Яғни біріншісі упрощенкамен шығарылған, яғни оңайтылған деп айтылады, ал екіншісі ол кәдімгі соттың шешімі. Сіздер соттың шешімін алғаннан кейін асықпай, мұқият барлығын оқып қарап шығыңыздар. Егер ол соттың шешімі ішінде упрощенка деген сөз болатын болса, демек арызды кішкене басқашарақ жазасыздар. Мен бүгін бұл екеуіне де бір арыздың үлгісін беремін. Ол жерде тек қана бір ғана заң қосылады біреуіне қосылмайды. Сондықтан да сіз бірінші біліп алыңыз, сізге қатысты қандай соттың шешімі шығарылған, упрощенка немесе кәдімгі соттың шешімі. Ары қарай, соттың шешімі қай елді мекенде шықты, қандай судья шығарды, ол судья ол жерде уже жұмыс жасамауы да мүмкін. Көп жағдайда соған арыз жаза бересіз. Сол елді мекеннің, яғни аудандық сотына сол судьяның атына жаза бересіз, одан кейін сізге хабарлап, одан кейін сізді процеске шақырады, барлығы онлайн түрде болады. Ал енді судебный кабинет арқылы жұмыс жасау. Судебный кабинетке сіздер білесіздер, ЭЦП-мен кіру қажет. Ол жерде апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу деген мынадай графа шығады, Соған басасыздар. Басқан кезде ол жерде өтініш хат беру деген жаңағыдай соның ішінде графа шығады. Өтініш хат беруді басасыздар. Одан кейін іске қатысты барлық ақпаратты толтырасыздар, Міне көрсетіп қойдым, іс туралы ақпарат, яғни ол қай қалада шығарылды. Мен бұл жерде жаңағыдай мысал ретінде жазып кеттім. Алматы қаласы, Алматы қалалық соты, апелляциялық соты. Ол сізде басқа елді мекен болуы мүмкін. Соттың шешімі қай елді мекенде шықты, сол елді мекеннің жаңағыдай қаласын, облысын табасыздар. Одан кейін сот органын табасыздар. Міндетті түрде істің нөмірін жазу керек. Бұл жерде соттың шешімінде ол міндетті түрде жазылып тұрады. Соны жазасыздар. Одан кейін іс бойынша талап қоюшы ол бұл жерде банк болуы мүмкін, немесе коллекторлық компания болуы мүмкін. Соның атын жазасыздар. Бұл іс бойынша сіз жауапкер болып табыласыз, яғни өзіңіздің толықтай аты жөніңізді жазасыздар. Ары қарай барлық жаңағыдай арыздың үлгісі бойынша арызды жазып, ол арызға тіркейтін құжаттардың барлығын тіркеп, барлығын PDF форматта айналдырып дайындап қоясыздар. Барлығын осы жерге жүктеп болғаннан кейін, мына жерде сертификатты таңдау деп ЭЦП-мен қол қойып, сотқа арызды жібересіздер. Құжаттың барлығын PDF форматқа айналдырып қоясыздар деп айтып кеттім. Соттың шешімін заңсыз деп тану жайлы арыз сіздерге чатқа міндетті түрде жіберіледі. Осымен достар, бүгінгі 5-ші сабақты аяқтаймыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі сабақтарда көріскенше.